Саламатсыңдар ма оқушылар? Көңіл күйлерің қалай? Көңіл күйіміз жақсы болса, онда сабағымызды бастаймыз. Қане оқушылар, оқулықты аламыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз 17-ші тақырып айналамыздағы дыбыстар. Оқушылар, бүгінгі біздің үйренетініміз дыбыс пен оның түрлерін ажыратасыңдар. Компьютердегі дыбыс тыңдау және дыбыс жазу құрылғыларымен танысасыңдар. Оқушылар, қане бәріміз біркелкі ойланайықшы. Қоршаған ортадан қандай дыбыстарды қабылдайсың? Қандай дыбыс түрлерін білесіңдер? Дыбысты компьютерде қандай құрылғылардың көмегімен тыңдайсыңдар? Қане ойланайықшы оқушылар. Қоршаған ортадан қандай дыбыстарды қабылдайсыңдар? Далаға шыққанда, серуенге шыққан кезде біз түрлі дыбыстарды естиміз, иә? Олай болса, оқушылар, табиғатта мынандай дыбыстарды біз естиді екенбіз, иә? Тек қана бұндай емес, әртүрлі дыбыстарды естиміз. Мысалы, құстардың сайрағанын естиміз, судың тамшылағанын естиміз, судың қатты гүрілдеп аққан дауысын естиміз, және де жануарлардың да дыбыстарын естиді екенбіз, оқушылар, естиді екенбіз, иә? Олай болса, қазір мынандай бір дыбысты тыңдап көрейік, иә? Міне оқушылар, бұл табиғаттағы құстардың сайраған дыбыстары екен, иә? Ал енді оқушылар, дыбысты шығару мен дыбыс енгізу құрылғыларымен танысайық. Біз табиғатта әртүрлі дыбыстарды естиміз едік, иә? Тура сол сияқты біз компьютерде де дыбысты компьютерге жаза алады екенбіз, және дыбысты не істей алады екенбіз, оқушылар? Компьютердегі дыбысты өзіміз тыңдай алады екенбіз, иә? Дыбысты енгізе алады екенбіз. Олай болса, бізге компьютерде дыбысты енгізуіміз үшін, дыбысты тыңдауымыз үшін бізге осындай дыбыс картасы керек болады екен. Бұл дыбыс картасы жүйелік блоктың ішінде орналасады. Және де біз дыбысты тыңдауымыз үшін бізге дыбыс колонкасы керек екен, иә? Біз әр тыңдаған кезде міне осындай дыбыстың колонкасы арқылы, дыбыс колонкасы арқылы тыңдайды екенбіз. Және біз құлаққап арқылы да дыбыс тыңдаймыз, иә? Және микрофон арқылы не істейміз? Дыбысты біз шығарады екенбіз, иә? Яғни микрофон бұл дыбысты не істейді? Шығарады, иә? Біздің даусымыз ән айтқан кезде, иә? Теледидардан көреміз. Ән айтқан кезде әншілер не істейді? Микрофон ұстап айтады, иә? Бұл микрофон дыбысты шығарады екен. Және құлаққапты біз құлағымызға кигізіп алып, не істейміз? Құлағымызбен есту арқылы дыбысты тыңдайды екенбіз. Ал енді жалпы оқушылар, дыбыс дегеніміз есту арқылы қабылданған ақпарат. Біз құлағымыз арқылы әртүрлі дыбыстарды естиді екенбіз, иә? Міне осы есту арқылы қабылданған ақпаратты біз не деп айтады екенбіз? Дыбыс деп айтады екенбіз. Дыбыс картасы дегеніміз, оқушылар, дыбыстарды өңдеуге арналған компьютер құрылғысы. Құлаққап дегеніміз цифрлы құрылғылармен жұмыс істегенде адамның қолы бос болу үшін ойлап табылған құрал екен. Ал енді оқушылар, компьютерде де біз дыбысты жазатын және оны тыңдайтын программалар бар екен, иә? Оқушылар, сендер өздерің білесіңдер, иә? Біз ұялы телефоннан әртүрлі әндерді тыңдаймыз, теледидардан әртүрлі әндер тыңдаймыз. Сонымен бірге компьютерде де дыбыстарды жазатын және дыбысты ойнататын арнайы программа бар екен, иә? Міне ол осындай арнайы программамыз. Проигрыватель Windows Media. Оны біз қалай іске қосамыз? Іске қосу үшін іске қосу батырмасын басамыз. Одан кейін барлық программа батырмасын басамыз. Міне осыны басқан кезде бізде проигрыватель Windows Media деген шығады. Міне осыны бассақ, көріп тұрғандарыңдай, осындай терезе шығады екен.
Бұл жерде біз әртүрлі дыбыстарды естиміз оқушылар, тыңдаймыз. Ал енді бұл дыбыс проигрыватель терезесімен танысып өтсек, астыңғы жағында мынандай батырма бар екен, иә? Бұны біз ойнату деп айтады екенбіз. Ал енді мына батырманы тоқтату. Ал мына батырма алға және артқа жылжыту батырмасы. Ал мынау дыбысты күшейту және бәсеңдету, иә? Дыбыстың қатты шығуын және оның жай шығуын осы жерден біз реттеп отырады екенбіз. Ал енді оқушылар, қазір біз осы дыбыс ойнатқыш проигрыватель Windows Media программасын іске қосып көрейік. Ол үшін не істейміз дедік оқушылар? Ол үшін бағана айтып өткендей іске қосу пуск батырмасын басамыз. Все программы, барлық программалар осы жерде міне проигрыватель Windows Media'ны басқан кезде бізде міне осындай терезе шығады екен. Ал енді осы терезенің астыңғы жағына барсақ, мынау воспроизводить ойнату батырмасы, алға артқа жылжыту батырмасы және мынау дыбысты реттеп отырады, қатты шығару, ұлғайту және бәсеңдету. Ал енді бұл жерде біздің арнайы сақталып қойған дыбыстарымыз бар екен. Қазір соның біреуін тыңдап көрейік. Мысалы, мынаны тыңдап көрейік. Міне мен тоқтату батырмасын басқан кезде біздің дыбысымыз не істелінді? Тоқтап қалды, иә? Ал енді оны қайтадан іске қосатын болса, міне ойнату дегенді басса, мына жердегі дыбысты ұлғайту және бәсеңдету, иә? Мен нөлге әкеп қойғанымда не істеді оқушылар? Дыбысымыз мүлде шықпай қалды, иә? Яғни мына тұрған дөңгелекті ұстап алып оны жоғары қаратып жылжытсақ, не істеп жатыр? Дыбысымыз күшейіп жатыр, иә? Ал енді тоқтату батырмасын басса, біздің дыбысымыз не істеп қалды оқушылар? Тоқтап қалды. Жалпы бұл проигрыватель Windows Media программасында біз әртүрлі дыбыстарды, әндерді не істей алады екенбіз? Көре алып және оны тыңдай алады екенбіз, иә оқушылар? Ал енді оқушылар, жалпы бүгін біз компьютерде дыбыс ойнатқыш программасымен таныстық, иә оқушылар? Ал енді оқулықтағы 64-ші беттегі орында бөліміндегі тапсырманы дәптерге не істейміз? Орындаймыз. Ол жерде не депті? Дыбыстарды адам денсаулығына зияны бар ма? Қалай ойлайсыңдар оқушылар? Дыбыстардың адамның денсаулығына зияны бар ма? Я, егер зияны бар болатын болса, өзіміздің ойымызбен дәптерге не істейміз? Жауабын өз ойларыңмен жазасыңдар. Пайдалы және зиянды дыбыстарға мысал келтіріңдер. Қандай пайдалы дыбыстар бар, немесе қандай зиянды дыбыстар бар? Осы пайдалы және зиянды дыбыстарға өздерің қалаған мысалдарыңды келтіріп, дәптерге орындаймыз оқушылар. Бүгінгі сабағымыз сендерге түсінікті болды ма? Егер сабақ түсінікті болса, 17-ші тақырыптағы айналамыздағы дыбыстар тақырыбын жақсылап оқимыз. Сол жердегі берілген ережелерді, иә, дыбыс дегеніміз не, дыбыс картасы дегеніміз не, осы ережелердің барлығын мұқият оқып, есімізде сақтап аламыз. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.